Армысыз көрермен, сізбенен киномен. Бүгін біз Испаниялық қағаз үй атты сериалдың екінші маусымына шолуды бастаймыз. Арнаға тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Ал біз бастаймыз. Бірінші бөлім. Профессор инспектор Ракельдің өтінішімен өздері жаттыққан жерге әкеледі. Полиция бұл жерде барлық қылмыскерлердің саусақ таңбасы бар деп ойлайды. Оған қоса осы жерге жақын арада біреудің келгенін анықтайды. Инспектор Ракель бұл дәлелдер істі ашуға көмектеседі, немесе тығырыққа тірейтініне сенімді. Әрине, дәлелдің барлығын қалдыратын профессор ақымақ адам емес еді. Ол дәріханадан дәлелді ұрлағаннан кейін осы жерді табатынын білген. Сол себепті тек анықталған 3 адамның ғана саусақ таңбасын қалдырып, полицияны шатастыру үшін балғын балық пен дәріханадағы құжаттарды қалдырған. Профессордың пайымдауынша, полицияның бұл жерді зерттеуге жоқ дегенде 3 күн уақыты кетеді. Бұл алтынмен тең 3 күнде ұрылар тұтқындардың көмегімен ақшаны басуда. Бірақ инспектор Ракель 3 күн кететін тірлікті 50 минутта түсінеді. Ракель криминалист болып істейтін бұрынғы күйеуін шақыртады. Сол уақытта профессор Ракельдің көлігінде сыртта күтіп отырады. Кейіпкер әйелге жұмысы күтіп тұрғандықтан кетуі керектігін айтады. Ракель ер адамға әріптесі жеткізіп салатын жеткізеді. Сол сәтте инспектор есік алдынан профессордың әдейі қалдырған темекінің қалдығын табады. Ғимаратқа енгеннен кейін 80 сағат өткенде іштегілер профессорға хабарласып ала алмайды. Егер профессор тұтқаны 24 сағат ішінде алмаса, арнайы шара қолданылады. Топ қобалжи бастағанда Берлин алаңдайтын ештеңе жоқ, әлі уақыт бар дейді. Қыздар Берлиннің тұтқын қызбен болып жүргенін біліп, бұл дұрыс емес дейді. Денверде Моника екеуінің арасында махаббат барын айтып қояды. Найроби бұл махаббат емес, Стокгольмдік синдром дейді. Яғни жәбірленуші өзін тұтқында ұстап отырған адамға ғашық болып қалады, бірақ бұл уақытша құбылыс. Денвер бұны естіп ойланып қалады. Берлин әңгіменің соңында профессор егер 6 сағат ішінде байланысқа шықпаса, Чернобыль жоспарын іске қосамыз дейді. Бірақ олардың ешқайсысы оның қандай жоспар екенін білмейді. Ракель профессормен сырласып отырғанда бұрынғы күйеуі криминалист келеді. Ер адам іште Ракельмен сөйлесіп, Анхель инспекторден қарағанда алға жылжып, саусақ таңбасын тапқанын жеткізеді. Бірақ оның кімдікі екенін айтпаған. Оған қоса олар дәлелді өртесе, ошақ ішінде болатынын айтып тексеруге кіріседі. Профессор өзін қалаға жеткізіп салатын көліктің болмайтынын естіп, инспектормен қоштасуға ішке кіреді. Сол сәтте ошақ мұржасынан өртенген дәлелдер қалдығын шығарғанын көреді. Это был твой отец. И это единственное, что имеет значение. И мы это сделаем ради него. Ғимараттағылар жаңалықтардан профессордың үйдің алдында полициямен жүргенін көріп, оны анықтап тергеп жатыр деп ойлайды. Токио Берлиннен Чернобыль жоспарын іске қосуды сұрайды. Берлин оған, ол жоспар іске қосылса, ақшаның барлығынан айырыламыз. Егер сондай болғанын қаласаңдар, дауыс берейік деп топ 2-ге бөлінеді. Соңында профессорға сенетіндер көп болып шығып, бәрі қалпында қалады. Ракельдің бұрынғы күйеуі қалаға баратынын айтып, профессорды жеткізіп салуға келіседі. Профессор жолда өзін жайсыз сезініп тұрғанын айтып, тоқтауын сұрайды. Ол қоқсықтан газетті алып өртеп, қалдығын салып алады. Инспектор Анхельді әдейі өлтірмек болуы мүмкін екенін айтып, тағы да талпынатынына сенімді. Сол себепті бұл жолы біз тұзақ құрамыз дейді. Хельсинки тек сұлбасы қалған Ослоны жастықпен тұншықтырып өлтіреді. Токио бастаған үштік Берлинді тұтқынға түсіреді. Профессор Ракельдің бұрынғы күйеуі Альбертоның жынына тиетін сөздер айтып, ашуын келтіреді. Ол жол бойына тоқтап, көліктен түсуін бұйырады. Токио Берлинді байлап қойып, дәрілерін біртіндеп сындыра бастайды. Берлин басқа дүние ойлап таппадың ба дегенде, қыз тапаншаға тек бір оқты салып, барабанды айналдырып, шүрікпені біртіндеп баса бастайды. Сол уақытта профессор ер адамды талдырып, дәлелдерді алмастырып тастайды. Берлин Токиоға, бұл жерден шығатын жоспарды мен ғана білемін. Менің өмірім бәрібір санаулы, атсаң ат дейді. Сол сәтте есікті Мәскеу мен Найроби бұзып, оларды тоқтатады. Профессор Альбертоның есін жиғанын күтіп кешірім сұрайды. Ер адам өкімет адамына шабуыл жасағаны үшін тұтқындалдың деп бөлімшеге әкеледі. Кадр сыртындағы Токионың даусы Ослодан кейін өзі болатынын айтуда. Берлин Хельсинкидің көмегімен Токионы ұстап алады.
Ол бүлік шығарғыш адамды арбаға таңып, есікті ашып, сыртқа итеріп жібереді. Екінші бөлім. Полиция сыртқа байлаулы шыққан Оливейра, яғни Токио екенін көріп, қызды әдейі тұзақ құрып шықты деп ойлап, жарылғыш заты жоқ екеніне көздерін жеткізу үшін киімін шешуді бұйырады. Токио киімін шешкеннен кейін сарбаздарға шабуыл жасайды. Генерал оны атпай тірідей ұстауды бұйырады. Профессор, егер полиция ұстаған жағдайда, ең бастысы уақыт ұтуды айтқан еді. Токио іші қатты ауырып тұрғанын айтқанда дәрігерге апарады. Токио ұрлық алдында профессордың Берлинмен жақын таныс екенін көрген. Профессор оған өзінің есімі Серхио екенін, ал осы жоспарды құрған әкесі банк тонау кезінде қаза тапқанын айтады. Әрі қыздың сенімін ақтайтынын, бұны үнемі есінде сақтауын сұрайды. Сол уақытта профессорды полицияға шабуыл жасаған үшін тұтқындап, жалған төлқұжатын тексеріп, саусақ таңбасын алып, жеке заттарын тәркілейді. Заттардың арасында Ракельдің анасына бермек болған у бар. Профессор оны дәрі дейді. Кейіпкер сол жерде отырып Токионың ұсталғанын көреді. Понедельник, 19:00. 81 час с начала нападения. Берлин Токионың ақылынан алжасқандықтан басқа малы қалмағанын айтады. Онымен тек Рио ғана келіспейді. Жігіт бәрі құрдымға кетті деп сыртқа шықпақ болады. Токионың жалғыз арманы Берлинді өлтіру еді. Егер топтың жоспарын айтып берсе, сүйіктісі Риода зардап шегеді. Профессор ұсталған жағдайда ақшаларың сақтаулы болады деп полицияны алдап соғу өнеріне үйреткен. Кейіпкер Ракельге хабарласып, бұрынғы күйеуіне шабуыл жасаған үшін абақтыға жапқалы жатқанын хабарлайды. Ракель уайымдамауын сұрап, қолы тигенде реттейтінін жеткізеді. Инспектор Ракель Токионы тергеп бірдеңке білуге тырысады. Профессор төбелес кезінде өзінің де зардап шеккенін көрсету үшін әжетханаға барып өзін соққылайды. Ракель профессорға келгенде ер адам өзінің де зардап шеккенін айтады. Инспектор бірден Альбертоға арызыңды қайтып алмасаң қарсы арыз түседі деп профессордың денесіндегі соққы іздерін көрсетеді. Бұның қалай болғанын түсінбесе де Альбертоға келісуге тура келеді. Профессор кетер алдын қауіпсіздік мақсатында саусақ таңбаларын қайтып алғысы келетінін айтады. Ғимаратта өзіне сене бастаған байдың қызы бұл жерден міндетті түрде қашатынын жеткізеді. Рио тұтқындарға келіп барлығын жайып салады. То, что ты сделал, это предательство, Рио. Инспектор Ракель Токионың Рио үшін ештеңке айтпай отырғанын түсініп, екеуіңе де мерзімдеріңді қысқартамын деп арбап бағады. Берлин Рионы сатқын деп өлтірмек болғанда, оны Денвер мен Найроби тоқтатады. Токио ештеңке айтпағандықтан инспектор оны алып кетуді бұйырады. Кенет Токио құрдымға кеткен жоспарды қорғап тұрғанын түсініп, Серхио! Профессора зовут Серхио Маркино. Ограбление придумал его отец. Сол сәтте профессор хабарласады. Токио профессордың әлі де ойында екенін түсініп, полицияны тағы алдайды. Артынша профессор Берлинге хабарласып, не бүлдіріп жатқанын сұрайды. Сол сәтте оны Найроби талдырып, енді істі өз қолына алатын жеткізеді. Начинается матриархат. Үшінші бөлім. Найроби іште жағдай қатты ушыққандықтан өзі басқаруына тура келгенін айтады. Артынша Рионы да тұтқындар қатарына қосады. Артуро Рионың көмегімен бұл жерден шығу керегін айтады. Рио шынайы тапаншаны ойыншыққа алмастыруды ұсынады. Сол уақытта профессор мен инспекторның аралары одан бетер жақындай береді. Берлин Найробидің айтқанына көнетінін жеткізеді. Оған қоса Чернобыль жоспарын баяндайды. Жоспар бойынша әуе шарына миллиондаған ақшаны тиеп, аспанға көтерілгенде жарып жіберу. Қара халық ақшаны көріп абыр-сабыр болғанда, халықтың арасына еніп жоқ болып кету. Олар сөйлесіп тұрғанда Артуро ойыншық қаруды білдіртпей алады. Профессор Ракельге жұмысың біткеннен кейін алыс жаққа кетеміз деп уәде береді. Солай екі жақтың басшылары жұмыстарына қанаттана кіріседі. Инспектор бір тәулікте ұрыларды ұстауымыз керек десе, профессор Найробиге енді ешкім өлмейді, әрі ешкім ұсталмайды деп уәде береді. Инспектор сырттағы адамның бұл істің миы екенін түсінеді. Ал профессор жертөледегі тұтқындарды көрермен жинап 1 сағаттан кейін босатамыз дейді. Профессор инспекторға хабарласып 11 тұтқынды босатуға келісетінін жеткізеді. Бірақ бір шартпен, ішке тілші мен оператор тікелей эфирді қосып кіруі керек.
Инспектор ойлануы керектігін айтқанда, профессор: әрине ойланыңыз, бірақ мен әр сөзімізді жазып жүрмін. Сондықтан алдыңғы жолғыдай тұтқындарды босатудан бас тартып, ұятқа қалмаңыз дейді. Оқиға алдын профессор әлем чемпионатында Бразилия мен Камерун ойнаса, кімнің жағында болар едіңдер деп сұрақ қояды. Әрине, Бразилия мықты команда болғандықтан жеңу мүмкіндігі өте жоғары. Бірақ адамдар табиғатынан әлсіз жаққа жанкүйер болады, яғни Камерунға. Біз өзіміздің жеңілгелі тұрғанымызды халыққа көрсетуіміз керек дейді. Камерун! Переходим к плану, Камерун. Тікелей эфирге тілші алдына Рио шығудан бас тартқандықтан Берлиннен басқа лайықты адам болмайды. Инспектор Ракель сырттағы адам Анхельді әдейі өлтірмек болды дегенге сенеді. Бірақ бұл дәлелденбеген. Сонда инспектор жаңалықта Анхельді есін жинады десе, ол міндетті түрде ауруханаға оны өлтіруге барады деп бөлім басшысынан бірінші мәрте тұзақ құруды сұрайды. Артуро Моникаға ақмақ Денвер жарасын емдеуге келгенде қаруын алмастыруды тапсырады. Қыз енді жігітпен бірге болмағандықтан теріс қарауын сұрап тапаншасын алмастырады. Инспектор Ракель 20 адаммен ауруханада тұзақ құрады. Жаңалықтарда тікелей эфирде ғимаратқа тілші кіргенін айтып, тарихи сәт екенін хабарлайды. Оларды іште Берлин күтіп алып, аянышты түрде 11 тұтқынды сыртқа босатады. Әрі жағдай қатты қиындағандықтан біз берілуге дайындалып жатырмыз дейді. Оған қоса Ослоның денесін көрсетіп, өзінің де емделмейтін аурумен ауыратынын, бірақ полиция адам сатты деп жала жапқанын көзіне жас алып тұрып жеткізеді. Профессор оған қоса жаңалықтардан Анхельдің есін жиғанын естиді. Ол Берлинмен хабарласып жағдайды баяндайды. Берлин бұның тұзақ екеніне сенімді. Бірақ не болса да тексеру керек. Егер шын болса, Анхельдің көзін құрту керек. Полиция тұзақ құрып қойған ауруханаға сайқымазақтар көптеп кіре бастайды. Арнайы киініп алған профессор да ауруханаға енеді. Кто хочет развлечься сумасшедшим кроликом? Ол камера орнатылған ойыншықты балаға беріп, полицияның тұзақ құрғанын көріп кетіп қалады. Жаңалықтардан полицияның Берлинге жала жапқан анықталып, халықтың наразылығы туындағанын хабарлайды. Сол уақытта ғимарат ішінде тұтқындардың жанында Денвер жалғыз қалғанда Артуро қару кезенеді. Денвер өзінікі ойыншық, ал Артурода нағыз қару бар екенін түсінеді. Сол уақытта Берлин мен Найроби Риоға профессор Токионы құтқарғалы жатыр. Енді сен бізбен біргесің деп қолын босатады. Рио сол сәтте тұтқындардың қашқалы жатқанын хабарлайды. Моника есікті ашуға ойланып тұрғанда Рио қашықтықтан құлпылап тастайды. Артуро есікті ашпасаңдар 5-ке дейін санап атамын дегенде Моника артынан келіп басынан ұрады. Ракель профессормен асханада кездеседі. Олар қайда саяхатқа шығатындарын ақылдасып отырғанда Ракель кейіпкердің көйлегінен сайқымазақ шашының қылын аңғарып, барлығын түсіне бастайды. Осылай 3-ші бөлім аяқталады. Жалғасын көргіңіз келсе, арнаға тіркеліп лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен Киномен.